Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен тез әрі өте дәмді болып шығатын бауырсақ рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен осылай құрғақ ыдысымызға алдын ала өлшенген айранымызды құйып, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, одан кейін қалауымызша қантымызды, разрыхлителімізді және де дәміне қарай шамалы ғана тұзымызды салып, осылай венчигіміздің көмегімен жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Ендігі кезекте тоқашымыз жұмсақ болу үшін 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да венчигімізбен араластырып аламыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызды осылай ыдысымызға салып, қолымыздың көмегімен қолымызға жабыспайтындай біркелкі жұмсақ қамыр илеп аламыз да жарты сағатқа тұндырамыз. Жарты сағат тұнған қамырымызды осылай дастарханымызға ұн себе отырып, қолымыздың көмегімен оқтауымызбен жақсылап орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайылған қамырымызды дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Достар, егер менің каналымдағы рецепттер ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Міне, енді алдын ала қызып тұрған майымызға осылай дайындап алған тоқаштарымызды қызарғанша қуырып дайындап аламыз. Міне, біздің біркелкі болып шыққан тәтті тоқаштарымыз дайын. Рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен сіздерді өз каналымда күтемін.